Айыртау ауданында Изумрудная деп аталатын заманауи демалыс орны бір жылдың ішінде салынып, биылғы маусымда алғашқы демалушыларына есігін ашты. База аумағында 7 коттеджде бір уақытта 80 адамның демалуына жағдай жасалған. Жергілікті кәсіпкер нысанның құрылысына 80 миллион теңге жұмсаған. Вы сами видите. Біз бұл жерді ғаламтордан кездейсоқ тауып алдық. Бізге өте қатты ұнап жатыр. Барлығы жаңа және жайлы. Балаларымыздың мектеп бітіруін тойлап жатырмыз. Изумрудная курорттық базасының тағы бір ерекшелігі тартымды табиғаты мен шетелдік және отандық туристердің арасында сұранысқа ие Шалқар көлінің жағалауында орналасуы. Келушілердің сөзінше, жаңа демалыс орында үлкен компаниямен де жанұяңмен де келіп тынығуға ыңғайлы. Мы узнали об этом. Өздеріңіз көріп отырғандай бізде адамдар демалады. Базада отыратын орындар, моншалар бар. Мен туристердің демалуына барлық жағдай жасауға тырысам. Гостеприимные хозяева. Айыртауға демалуға барған жан Қазақстанның қасиетті жерлеріне енген Сырымбет тауы баурайындағы Айғаным қонысын тамашаламай кетпейді. Нысанның іргетасы Шоқан Уәлихановтың әжесі Айғанымға арнайы 1-ші Александр патшаның бұйрығымен 1824-1825 жылдары қаланыпты. Кейін белгілі бір себептермен қоныс өртеніп кеткен. Шоқан салған суреттерді негізге ала отыра 1993 жылы ғимараттың орнына қонақ үй, мешіт, медресе, мектеп, шаруашылық сарайы қайта бой көтерді. Мұражайымыз жаңа айтып өткенде құнды жәдігерлер 8 мыңға жуық біздің қорымызда жәдігерлеріміз бар. Оның ішіндегі ең құнды деген Шоқан Уәлихановтың інісі Мақы Уәлихановтың пілдің сүйегінен жасалған сандығы өте құнды. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Елтаңбамыз және тәуелсіздік монументінің авторы Шотаман Ыдырысұлы Уәлиханов өзінің жеке қорынан осы мұражайға сыйға тартқан. Мақы Уәлиханов, енді ол кісі керең мылқау болған, бірақ сондай өте дарынды адам болған ғой. Оның қолынан шыққан жағына пілдің сүйегінен қазақтың ою өрнегі жасалған сандық, ол сол кездердегі үлкен көрмелерде жүлделі орындарға ие болған. Аудандағы міндетті түрде ат басын тіреуге лайық келесі бір әйгілі орын Қарасай мен Ағынтай батырлардың мемориалды кешені. Кесеннің негізі 1999 жылы қаланған, биіктігі 16 метрді құрайды. Ғимарат бір жағынан батырлардың шайқаса киген дулығаларына ұқсаса, бір жағынан қазақтың арулары ұзатылар кезде бас киім еткен сәукелеге келтіріліп тұрғызылыпты. Кешеннің ішінде қос батырдың өздері, сыртында Қарасай батырдың егіз ұлдары Еркін мен Төркін жерленген. Күмбездің айналасында басқа да жауынгерлердің зираттары бар. Тарихына келетін болсақ, бұл кісілер кешегі Есім ханның уақытысында қалмақтармен осы жерге біздерді құтқару үшін соғысып, 50 жыл соғысып, біздерді осы жер сақтап берген екі батыр бабалар. Айыртау ауданында орналасқан Шалақын Имантау курорттық аймағы еліміздің демалатын негізгі 10 жобасының қатарына еніп отыр. Соңғы жылдары аудандағы инфрақұрылым салаларын дамытуға жыл сайын 3 миллиард теңге бөлініп отыр. Гүлімжан Қайырбекова, Азамат Елубаев, Первый Северный.